Баршаңызға сәлем достар, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәріханада тиын тұратын фурацилин препаратының пайдасы мен қолданылуы жайында айтатын боламын. Егер де білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Дәріханада тиын тұратын сары түсті таблетка фурацилин көптеген ауруларға ем бола алады. Фурацилин инфекцияға, микробтарға, бактерияға қарсы әсер ететін дәрі. Қолданылуы: терінің ұсақ зақымдарында, терінің тілінуі, жарылуы, іріңді жараларда, оюлуларда, ойық жараларда, екінші және үшінші дәрежелі күйіктерде, сыртқы құлақ жолындағы сыздауықта, сыртқы және ортаңғы құлақтың жедел қабынуында, мұрынның қосалқы қуыстарының іріңді қабынуы кезінде, ангина, стоматит кезінде кеңінен қолданылады. Фурацилин салқын суда езілмейді. Бір таблетка фурацилинді 200 мл ыстық суға езіп, бөлме температурасына дейін суытып қолданады. Яғни 200 мл суға бір таблетка фурацилин есебінде езіп қолдану керек. Іріңді жаралар, оюлулар және ойық жараларда екінші және үшінші дәрежелі күйіктер кезінде жараны фурацилин сулы ерітіндісімен сулайды және дымқыл таңғышпен таңады. Іріңді отиттерде, яғни құлақ ауырғанда, мұрын қуыстарының қабынуы кезінде фурацилиннің ерітіндісін тамызу арқылы енгізеді және мұрын қуысының қабынуы кезінде мұрынды фурацилин ерітіндісімен шайсаңыз жақсы көмегін тигізеді. Ангина, тонзиллит, стоматит кезінде фурацилин ерітіндісімен ауыз қуысын және тамақты шайқау керек. Әсіресе іріңді ангина кезінде әр 3 сағат сайын тамағыңызды шайқасаңыз тез жазылуға көмектеседі. Емдеу курсы 3-5 күнді құрайды. Және де фурацилин препаратының кереметтей бір әсері аяқтан иіс шығуын және терлеуін емдейді. Ол үшін 2 таблетка фурацилинді 2 литр ыстық суға езіп, бөлме температурасына дейін суытып, осы суға аяғыңызды 10-15 минутқа салып отырыңыз. Аяғыңызды салып болған соң сүлгіге сүртпеңіз, дұрысы өзі кепкені жақсы. Дәл осылай аяғыңыз қалыпқа келгенге дейін істеп тұрыңыз. Көзіңіз былшықтанып, конъюнктивит болып ауырса, фурацилин ерітіндісімен жуыңыз, әсері керемет болады. Достар, мінекей фурацилин таблеткасының пайдасын білдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахметімді айтамын. Егер де ақпарат пайдалы әрі қызықты болса, маған қолдау көрсетіп, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Алда әлі де пайдалы әрі қызықты ақпараттармен кеңестер болады.